Сіздермен бірге мен Маки. Бүгін мен әжем мен атамның үйіне келдім. Вот такой олардың үйлері осындай өте ескі. Бірақ іші өте күшті, былай айтқанда. Енді өте осындай жинақы, күшті үй. И вообще мен неғып келдім. Мен бұяққа енді бір себептермен келдім ғой. Былай айтқанда бұл жерге мені мамам мен папам алып келіп тастады. Потому что мені айтты, осы жаққа демалуың керексің, фермада жұмыс жасайсың, осы жақта жүресің деді, өйткені маған өте көп ақша береміз деді. Еще былай айтқанда осы жақта жүре тұр деді бір-екі күн. Короче, солай. Поэтому бүгін мен ауылда өмір сүремін. Осылай бай қыз болып жүрмін, мен енді баймын. Бірақ енді осылай келдім енді атамен. Енді үйге обзор жасап кетсем, осындай кітаптар, обычный, неға кіргенде телевизор, отыратын диван, как обычно, сурет салуға болады, неқта еще. Неқта тамақ жейміз. Неқта не? Ванна неқта енді. Но мен чемоданым еще. Так, енді екінші этажға көтерілейік. Бұл жақта енді мен жатамын. Неқта ол жақта бір бөлмені таңдап ал деді. Неқта менің білмей тұрмын енді бар ғой, қақа жатсам болады. Осы жаққа жатам деп шештім. Неқа менің атам мен әжем жатады, вроде бы. Неқа осы жаққа мен жатамын. Қазір мен киімдерім бәрін қойып шығам. Потом болды, достар. Реттеп алам қазір бәрін. Так, достар, міне реттеп киімдерім қойып қойдым. Енді барып, достар, от жақ қойық. Жылы болу үшін. Енді мен білмеймін енді ішім пысып кетті. Сәл үші менің қарным ашып жатыр. И алма жеп алайын. Өте дәмді екен, достар. Так, енді мен сыртқа шығайын. Уже түн болып кеткен, достар. Мен пока что ұйықтаймын онда, достар, потому что мен кеш келдім бүгін байқа. Қазір ұйықтап, азанда ерте тұрап, и будильник қойып қоям телефоныма. Ал онда қайырлы түн, мен ұйықтайын. Достар, мен ұйқымнан тұрдым. Азанғы сағат 7-ден 8 болып жатыр екен. Кешір, ұш сағат 7-ден асып жатыр. Далада енді 7-ден асқан кезде бізде өте кеш болады. Мен тұрып қазір бетуым жуып келем. И сосын барып анау-мынау жеп аламын деп тұрмын енді. Қазір маған апам еще бірдеңе пісіріп жатыр ана жақта. Так, бірінші жетіқанаға отырып алайық. Вот такой бүгін менде образым осында. Қазір образымды ауыстырып алам еще. Потому что бүйтіп жүруге болмайды екен бе ауылда, білмеймін неғып екенші. Сол үшін білмеймін енді. И қазір кішкен душ қабылдап алайын. Вот, мен сөйтіп жуынып жатырмын енді. Болды. Так, жуынып алайын бетім тұр. Так, енді полотенце что-то су болып тұр, сосын сүрттін бе қояйық. Так, маған уже апам тамақ дайындап қойған шығар. Да, достар, маған уже тамақ дайындап қойыпты. Так, мен еще наяқта балкондары бар екен ғой. Қазір ол жаққа шығып, ана жаққа мен тамағымды уже дайындап қойған екен. Қазір барайық, мен тамағым уже дайындап қойды екен қазір. Так, мен кеше айтқам апама, чтобы мен панкейк жегім келіп тұр деп. Сол үшін маған әдемі осындай панкейктер дайындап берген. Достар, өте дәмді екен. Маған қатты ұнапты дәмі. Енді еще мен қазір кофе ішкім келіп тұр. Бір кофе ма бірдеңке. Вот такой қазір алма жеп алайын еще. Так. Осындай коктейль жасап берді еще маған. Осылай. Енді мен барып қазір білмеймін, демалып қайтқым келіп тұр. Нақта өте күшті екен, достар. Күшті жатады. Күшті маған қатты ұнап тұр ауыл тоже, бірақ пока что қатты ұнап тұрған жоқ, нормально. Кішкене ғана ұнап тұр. Күшті екен, достар. Бірақ қалаға дым жетпейтін сияқты, я? Мен бірақ қалаға қатты барғым келіп тұр, достар. Қазір мен киімді ауыстырып алам, потому что бүйтіп жүрсек, қазір біз далада қатып қаламыз. Кеттік онда. Мен осылай әдемі болып киініп алдым. Шашым пока что өсіп жиналып тұра берсін. И мен өсіп джинсы и сосын үстіне бір жемпір киіп алдым. Дала чуть-чуть салқын болып тұр, қараңыздар.
азанғы уақыт осы қараңғы болып тұр. Мен қазір енді бұяқта машина деген жоқ, енді жылқы бар, қазір жылқы аламыз и сол жылқыға мініп барамыз, короче, қазір. Вот, мынау жылқыға мінеміз да, біз шабып фермаға баратын боламыз. Ферма енді қатты алыс емес деп ойлаймын. Жақын жерде шығар, енді білмеймін, бірақ мен бұл жақты білмеймін ғой қатты. Сол үшін қазір ферманы іздеуге шығамын. Если что, енді осылай баруға тура келеді. Достар, маған біреу мен сенің фанатымын деп келіп тұр екен. Вау, достар, мен бұлай күтпедім. Қазір бүйтіп жіберейік. Давай. Так, где? Вау, деп жіберейікші. Мен сен фанатыммын деді, достар. Рахмет, достар, менің фанатым болғандарыңызға. Солай енді. Достар, енді менің фанатым келіп тұр екен. Енді мен видео түсіріп атқан соң, мен бұмен сәл уақыт өткізе алмаймын. Кешір, енді осы видеоны көріп отсаң, мен қазір жүн аты деген түсірші мен дейді. Қазір айтамын. Кейін дедім. Вот, достар, мен няға келдім. Няқта біз сәбіздерді бақшаны өсіреміз. Міне, істіп бәрін өсіріп шығамыз. Бар қазір кейін өседі. Міне, мына жақта еще мен өзіме достар тауып алдым. Бұлар да қаладан келіпті. Вот. Бұлар да қаладан келген, достар. Бұларды мен танымаймын, бірақ дос болып алдым. Бұлармен тоже. Қазір үйлері прям осындай әдемі екен. Біздің осы ауылда үйіміз, анда ескі левда. Бұлардікі байларский екен. Бірақ мен де бай тұрам ғой енді. Бірақ енді ауылға өсіп келдім. Қазір енді білмеймін, тауықтарға жем берейік. Ферма пока что таппай жатырмын, сол үшін ферманы неғымақ қоямыз. Фермаға бармақ қоямыз. Үшін мен мамам тоже зандады маған жана. Фермаға бармақ қой деді. Ояқты еще сасық болады, достар. Қазір мен тауықтарға жем бергім келіп тұр. Так, жемді қаяқтан береді, достар. Бір тамаққа берейік. Такс. Осындай тамақ берем мен. Жерге берейік наларға. Жеп алу. Так, достар, бердім, жеді. Екеуде. Так, енді мен не істеймін? Тағы, қазір мен кіріп тамақ ішіп алайын, достар. Өзім азанда енді ғана іштім. Нақты достарымның үйі, осылармен дос болып алдым. Ішім пыспайды заты, достар. И вот, мен осы кеніп алғам. Қазір мен үйге барайын. Вот, мен үйге келдім. Атам мен әжем уже үйде отыр. Мен білмей тұрмын бар ғой не істейтінімді. Қазір мен кішкене телефон шықлап отыра тұрайын. И киімімді ауыстырғым келіп тұр. Сол үшін бірнеке жасап отыра тұрайын. Телефонды алайын. Еще, достар, мені бар ғой подругаларым звондап ешкім сұраған да жоқ. Мен олар бай екенімді біле тұра, прям мен сатып кетті олар ғой. Хотя қалайсың, не істеп жатсың десе болады, достар, я. Вот, енді сол үшін мен түсінбеймін оларды бар ғой. Хотя бір звондап сұраса болады да, я. Кішкене бүйтіп телефон шұқлап отыра тұрайын. Вот, енді ішпісіп кетті мен, достар, телефон шұқлап. Так, киімді ауыстырып, қазір мен далаға шығатын боламын. Шашым жинап алайын, киім нормально. Так, шашымды мен әдемі қылып жинап ала салайын, или жаям ба, қазір түйіп алайын ба, деп тұрмын, достар. Сосын қазір көреміз енді. Осындай, достар, шашымды жайып ала салайын ба, или вообще істіп, осылай жайсам бола ма, өклад. Достар, үсіп жинап алсам нормально ма? Қалай, как вам? Қалай жасам болады? Не істесем болады шашымды? Или жайып алып жүре берейін ба? Сол білмей тұрмын, қазір енді шашымды түйіп алайын ба, жинап алайын ба? Ладно, достар, давай түйіп алып жүре берейін, потому что өргін жайғым келіп тұрған жоқ қатты. Сол үшін үстіп түйіп алып жүре берем. Киімім, как обычно, етіп тұра берсін.
Так, мен тамақ ішіп алайын қазір. Тамақ ішіп алайын, потому что қарным ашып тұр менің кішкене. Так, не дейді, пицца с молоко бар екен. Давай кекс, мороженое жейік, давай, иә? Мен қатты жегім келіп тұр. Шу ыстық күнде жазда өте күшті екен. Так, енді мен мороженое ғана емес, бір сок ішейік, давай, иә? Сок ішкім келіп тұр. Кока-кола бар екен, яқта. Кола бар екен. Осын ішіп алайық, бұл достар. Енді холодильник жауып кетейік. Достар, сағат уже кеш болып жатыр. Міне далада түн болып кетті. Сол үшін мен қазір ұйықтайын барып. Білмеймін, енді қыдырдым. Қыздармен бірге тоже аяқта достар тауып алдым өзіме бияқта. Аяқтың қазір енді светін өшіріп, мен ұйықтайтын боламын. Так, мына отынды да өшіре салайық. Жанып тұрмасын түнімен. Так, мен қазір пижамамды киініп алайын. Короче, достар, мен ұйықтаймын. Пижама киме қойын, осы киімде ыңғайлы. Ал қайырлы түн, достар, менің бір күнім ауылда осылай өтті. Енді мені ертең вроде алып кететін шығар. И мен өте көп ақша аламын. Вот, всем пока. Екінші час шықсын десеңіздер, 500 подписчикке жеткізіп тастаңыздар.